Халыққа тегін заң көмегі және көкейтесті сауалдар. Бөрлі ауданының заңгерлері мен бөлім қызметкерлері халыққа көмегін ұсынды. Ақсай қаласында халық заңгері атты республикалық акция өтті. Аталмыш шара Қазақстанның барлық қалаларында ай сайын дерлік өткізілетін әлеуметтік акция. Аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығында ұйымдастырылған шараға тұрғындар шақырылды. Бүгін республика деңгейінде халық заңгер акциясы өткізуде. Шараның басты мақсаты халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру және тегін заңгерлік көмек беру болып табылады. Бүгінгі біздің Бөрлі ауданында өтіп жатқан шарамызға адвокаттар, сот орындаушылары, нотариустар, түрлі деңгейдегі заңгерлер, жергілікті атқарушы органдары өкілдері, құқық қорғау органдарының өкілдері қатысуда. Акцияға Бөрлі ауданы әкімі аппаратының басшысы Ерік Төлепқалиев, Ақсай қаласының әкімі Арсен Баяндықов та қатысты. Аудандағы кез келген азаматтар келіп, қажетті кеңес алды. Дербес бөлім басшылары болса, қарапайым тұрғындарды мазалаған немесе қызықтырған мәселелер бойынша азаматтарды қабылдады. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ арнасы.